Трейдингте күнделікті бүгін рынок қайда барады, направление қандай болады, лонг болады немесе шорт болады, потенциальный сделкалар бола ма болмай ма деген сұрақтар сіздерді қиындататын болса, сіздерге жақсы инструмент ұсынатын боламын, және ол инструмент дилинг рейндж деп аталады. Бүгін дилинг рейнджбен танысатын боламыз. Кеттік. Ең бірінші дилинг рейндж дегеніміз не және оның қандай көмегі бар? Дилинг рейндж дегеніміз ол баға ең бірінші құлаған кезде немесе өскен кезде соның күшін көрсетеді және потенциальный разворот болған кезде қай жерге дейін разворот болу мүмкін және қай жерден развороттан кейінгі основной расширение қай жерге дейін болуы мүмкін екенін көрсетеді. Және дилинг рейндж целом лонг немесе шорт болатынды біле алмасаңыз, дилинг рейндж арқылы сіз анықтасаңыз болады. Күндік, айлық немесе кварталдық план құрған кезде өте жақсы инструмент, осындай көмегі болады. Рейндж торговый диапазон дегеніміз не? Рейндж торговый диапазон дегеніміз мына жерде көрсетілгендей рейнджтің өзі, яғни үш түр болады. Ең бірінші основной направление анықтауға көмектеседі. Хай бар, яғни лоу бар. Хайдан лоуға дейін тартамыз. 0.5 диапазон, яғни ең бірінші бұл жерде, яғни астыңғы жағы премиум болады, үстіңгі жағы дискаунт болады. Бізде, яғни 0.5-тің жоғарғы жағынан шортқа сделка іздеген более выгодно болады. Мына жерде қарасаңыз, основной нисходящий тренд болады, яғни лоу хайдан тарттық, яғни 0.5 жақтан лонгқа қарай сделка іздеген кезде не баға 0.5-ке четко жатады, содан ары қарай сделка іздей береміз. Содан кейін тағы біреу, основном бұл дилинг рейндж трендтің қайда бара жатқанын және тренд қай жерге дейін бұрылуы мүмкін екен точкаларды көрсетеді. Важный элемент то, что дилинг рейндж кезінде, дилинг рейндж қолданған кезде бұл инструментті жалғыз қолдануға болмайды. High low, яғни сол жердегі 0.5-тен жоғары жақта имп немесе ордер блок тағы да басқа инструментті қолданған кезде, яғни екеуін комбинировать ететін болсаңыз, өте мықты инструмент. Және де оны біз практикада қалай қолданамыз? Және реальный графикті ашайық. Ең бірінші бізде любой активті алатын болсақ, евроның графигін ашайық. Евроның графигін ашқан кезде бізде целым сұрақ, біз қалай дальнейшем анализ құратын боламыз? Қазір бәрін удалить ете салайық. Ең бірінші мына жақта баға ликвидность шешеді. Ликвидность шешкесін бізге структурный закрепление береді. Яғни осы жерде структурный закрепление болады. Сол структурный закреплениядан кейін біз хайдан лоуға дейін осындай Fibonacci бойынша тартатын боламыз. Fibonacci тартылған кезде мына жерде 0.5 диапазонда бізде не бар? 0.5 диапазонда бізде, яғни недельный имбаланс бар. Недельный имбаланстан баға четко, яғни полностью заполнение болады. Содан кейін целый основной движениесі басталады, яғни шортқа дейін. Дневной график ашатын болсақ, дневной графикте бізде целым осындай картина, яғни хайдан лоуға дейін тартылды, яғни трендтің шартовый екенін анықтап алдық. Содан кейін баға не істейді? Ең бірінші ликвидностьтермен жұмыс жасап, бүкіл ликвидностьті шешіп, бүкіл ликвидностьті шешкен соң бізде мына жақта, яғни структурно фитильден реакция алып, шортқа қарай өзі ақырын кетеді. Содан кейін тағы бір қолданатын болсақ, яғни хайдан лоуға дейін тартқан кезде возможно откат қай жерден болуы мүмкін? Ол не мына жерден болып, целым баға сол шортты продолжениесі болуы мүмкін. Енді басқа да активті, мысалы фунт алатын болсақ, фунт бізде аналогичный ситуация, тоже бірдей, яғни недельный таймфреймді ашайық. Недельный таймфрейм кезінде бізде қандай ситуация бар? То, что ең бірінші, яғни бүкіл үстіңгі ликвидностьтерді шешкен соң, мына жерде структурный закрепление болды. Сол структурный закреплениядан кейінгі основной, яғни цель B точкасы бұл осы болып саналады. Яғни осы жердегі цельді белгілейміз. Белгілеген соң бізде Fibonacci тартылады, яғни дилинг рейндж. Дилинг рейнджден 0.5 диапазонды қарайтын болсақ, ең бірінші баға ликвидностьпен жұмыс жасайды. Мына жерде ликвидностьті шешіп, одан кейін сол жерде фитильден реакция алып, ары қарай дальнейшем продолжениесіне кетеді. Содан кейін бізде тағы бір структурный закрепление болды, ол осы жерден. Содан кейін біз хайдан, яғни лоуға дейін өсті Fibonacci тартылады. Fibonacci тартылған кезде бізде, яғни откат болатын все возможные зона, ол осы болып саналады. Осы жерден біз дальнейший цельге продолжение болады. Дәл осылай золотан графигін ашып қарайық. Золотан графигінде бізде қандай картина? Дневной таймфреймді ашатын болсақ, ең бірінші бізде хайдан лоуға дейін Fibonacci тартқан кезде баға 0.5 диапазонға келеді. Сол 0.5 диапазонның ішінде не бар? Бізде дневной осы жерде, яғни имбаланс бар. Сол имбаланстан реакция алып, біз структурный закрепление последний раз осы жерден береміз. Сол осы жерден берілген соң, яғни бұл жерде полноценный структурный закрепление болады. Содан хайдан лоуға тартқан кезде баға 0.5-тің ішіндегі бүкіл импты тексеру етіп,
ары қарай дальнейшем шартовый движениесін бастайды. Содан кейін осы жердегі бүкіл ликвидностьті шешіп структурный закрепление берді. Структурный закреплениеден кейін, яғни Fibonacci тартқан кезде, баға 0,5 диапазоннан дәл сондай бізде не болады? Ең бірінші ликвидностьпен жұмыс, содан кейін, яғни мынау А точкасы, мынау Б точкасы. Б точкасына, яғни соответственно не істейміз? Жетеміз. Содан кейін бағаны қалай күтсек болады? Если баға осы жерден закреп беретін болса, осы жақта ликвидностьтердің жұмысымен, осы дальнейшем осы структураның болуына қарай тартсақ болады. Любой активті алатын болсақ, мысалы недельный графиктің 1.40 активі ең бірінші структурный закрепление, ол бізге осы жерден береді. Осы жерден аламыз, яғни закреп берді. Хайдан лоуға дейін, сол 0.5 диапазон ішінде бізде недельный имп бар. Сол недельный имптан не істедік, яғни полностью заполнение болды. Сол заполнение ішінде ликвидностьпен жұмыс. Содан кейін бізде Б точкасы осы болып саналады. Если баға закрепиться ететін болса, дальнейшем продолжение шорт қайда? Ол осы жердегі Б точкасына, немесе мынау недельный лоуларға. Яғни цель астына қарай өте көп. В целом шортқа жол ашық. S&P 500 мына жақтағы бүкіл ликвидностьтерді шешіп, баға жоғары қарай көтеріледі. Яғни целом структурный закрепление қай жерде болады? Ол осы жер. Осы жерден закрепление болды. Содан кейін біз не істейміз? Яғни dealing range қолданамыз. Dealing range қайдан лоуға дейін тартқан кезде ол не істеді? Яғни сол баға 0.5-де осы бір жердегі имп бар. Осы имптан ары қарай баға осы все возможные откат болуы мүмкін. Содан кейін барып продолжение қайда? Лонга. Все, дәл осылай dealing range-ті қолданамыз. Ну, дальнейшем бұны бүкіл инструменттермен қосып істесеңіз болады.